Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 3 наурыз 2026 жыл Алматы қаласы. Бүгін осы Алматы қаласынан баспасөз мәслихатын өткізуіміз керек болған. Өкінішке орай, мына билік тарапынан ба, ұлттық қауіпсіздік тарапынан ба, бізге бұл заңға қайшы деп, жаңағы біздің жалдаған жерімізге өткіздірмей қойып отыр. Яғни өздерінің шығарған ата заңды құқықтарымызды өздері таптап отыр. Енді бұл мәслихаттың баспасөздің несі, шеттен келген қазақтарға қазіргі таңда заң шығарылып жатыр. Олар жаңағы азаматтықтан шығып келу керек екен. Одан кейін сотталмады деген анықтама алып келу керек екен. Одан кейін тест тапсыру керек екен қазақ тілінен, ата заңынан, Қазақстан тарихынан. 2016 жылдан бері Қытайдағы қазақтар қазақ мектебі жабылған Қытайда. Жабылмаған күнінде де өзінде де олар төте жазумен жазады. Олар біздің кириллицаны түсінбейді. Бұл ауыртпашылық. Екінші мәселе, Қытайда өмір бақи ол сотталмады деген анықтама берілмейді. Үшінші мәселе, ол Қытайдан азаматтан шыға алмайды екен. Ол барып сол елге барып азаматтық алғаннан кейін барып қана шығады екен. Бұл қиыншылық Ауғандағы, Пакистандағы, Ирандағы, жаңағы Араб елінде жүрген, қаңғып жүрген біздің қандастарымызға да тиесілі. Өйткені Моңғолиядағы солай тиеді. Өйткені ол өзі қаңғып жүрген халыққа ол енді қаяқтан береді оған. Жаңағы сотталмады деген қағазды. Ол қаяқтан азаматтығы жоқ болса, оған қаяқтан азаматтық шығарып береді олар. Кеше мынау 300 қазақты депортқа жіберді Пакистаннан Ауғанстанға. 40 отбасын. Әлеуметтік желіде жүрді. Енді Қазақстанымыздың осындай өнерлері көп. Қазіргі таңда 3 айда азаматтық беріледі. Кеше депорт болып келген азаматтар еліне көшіп кетті ғой. Солардың ұрпақтары келсе. Одан кейін тағы да қосыла береді. Қазақстанның тұрақты тұруға келген одақтас республиканың азаматтарының біреуінің туысқандары Қазақстан азаматы болса, құжаттары болса, егер соны куәландыратын, оларға да азаматтық беріледі. Мен кеше Мақтааралмен Жетісайда болып келдім. О жақта өзбек пен тәжік ағайын басып болған. Онысымен қоймай, бір үйден 4 адам, 5 адам мүгедектікке ақшалады екен. Одан кейін жаңа мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыларды, одан кейін жаңа мынау аз қамтылған отбасыларға берілетін жәрдемақылардың барлығын дерлік солар алады. Одан кейін мынау бұл тек қана Сарыағаштан да хабар келді, Түркістаннан да хабар келді, Шымкенттен де хабар келді, Тараздан да хабар келді, Алматы облысынан да, Талдықорған облысынан да. Міне осындай хабар. Бүкіл Қазақстан шарпып отқан көріп отырсыздар. Ең қызығы Шымкент қаласында 80% жаңағы өзге ұлт өкілдері бар екен. Мүгедектікте. Одан кейін жаңа мынау әлеуметтік жаңағы аз қамтылған отбасыларында мемлекет тарапынан берген жәрдемақыларда 80%. 13-14 жастағы көрді балдары жаңағы психдиспансерден анықтамалы болмақ. Міне осындай статистика. 3 айда азаматтық беріледі. Миллиондаған ақшаны қандастарға емес, осы өзге ұлт өкілдеріне беріп жатырмыз. 3 айда азаматтық беріледі. Ресей, Қырғыз, Беларусь азаматтар. Мобилизация кезінде 6665 адам ресейлік азаматтығын автоматты 3 айда. 2022 жылы 22 мың азаматтық алды. 1375 азамат президенттің жарлығымен алды. 20 мыңнан асасы, жаңағы Ресей, Беларусь, Қырғыз азаматтар. Міне көріп отырсыздар. 90.530 адам Ресейдің азаматы тұрақты Қазақстан тұрады. Бұлар да азаматтық алады. 3 жылда азаматтық беріледі, егер ол некеде тұрса Қазақстан азаматы. Бұған дәлел, қазіргі таңда 25 мың қазақстандық қыз ба, қазақ қыз ба әйтеуір, сонымен некеде тұрады Қытайлармен. Міне. Бұлар да азаматтық алады. 1777 адамды көрсетіпті, ол өте аз. 5 жыл азаматтық беріледі. Қазақстанда тұрақты тұрса. 2020 жылы Мұрат Бақтиярұлы деген сенаторымыз 4-ақ этникалық Қытай азаматтық алды деген екен. Ал 25 жылғы статистика бойынша 61 мың қытайлық азаматтық алды. Оған кешегі 25 мыңды қоссаңыз, 100 мыңнан аса қытайлық азаматтық. Ол біз білетіні, білмейтіні қанша болса.
Тағылып біздің миграциядағы бар, басқасы бар, прокуратурасы бар, ұлттық қауіпсіздік комитеті деген сияқты барлар. Сол кісілердің арқасында талай абатқан шығар енді, біз білмейміз. Бұл бізге статистика көрсетіп жатқан жағдайлар. Міне ағайындар. Қандастарға келгенде есік тас жабылады. Мына жақтағы жаңағы өзге ұлт өкілдеріне бізде жаңағы толеранттық дейміз, бұны не дейміз? Жалпақ шешелік дейміз бе, не деуіміз болады. Міне осындай. Біздің талабымыз, мынау қандастарға қойылған талаптар алып тасталыну керек. 3 айда азаматтық берілу керек қазақтарға, қандастарға. Елім деп келіп отыр олар. Президенттің айтқан сөзі бар. Қазақтардың бірақ отаны бар, Қазақстан. Қазақ шеттегі қандастардың деп отыр. Қайда сонда ол? Міне, көріп отырсыздар. 2023 жылы хат жазғанбыз парламент депутаттарына. Қазір визасы мемлекетке кіріп жатыр. 180 күн аралығында жүреді ғой, 90 күнде. 180 күннен көп жүрген қытайларды мен білемін. Осы Алматы қаласында, Алтын Орда базарында. 1 жылдан аса жүрген қытайлар бар. Олар келіп алып, мына қазақтың көшеге сыймай жүрген қызы бар, жаман жолда жүргені бар, жақсы жолда жүргені бар, жағдай нашарлары бар, солармен некеге тұрып, азаматтық алу ештеңе емес. Визасы кіру тоқтатылу керек. Одан кейін мына жаңа шетелге тиген қыздар азаматтықтан айыру керек. Мен жаңа Қарақат-Әбденге жазғанбыз. Мынаусын жаңа Мақсат Толықбайға жазғанбыз визасы кіру. Одан кейін жаңа 3 айда 3 жылда азаматтық кіру, 5 жылда азаматтық туралы хатты Қазыбек Исаға жазған. Қазыбекпенен Қарақатпен ауызба-ауыз сөйлескен. Ойбек қатырамыз деген. Міне қатырған. Көріп отырсыздар. Міне осы нәрселер тоқтатылу керек. Мына парламентте отырған депутаттар, сендер құлақтарың алтын сырған. Осы мәселені көтеріңдер, сендер өтірік қана халықтың сөзін сөйлегенсіп, биліктің сөзін сөйлеп жүрсіңдер ғой қазіргі таңда. Ұрандатып жатсыңдар ғой жаңа ата заңды. Мейлі, оны ұрандата беріңдер. Бұған да бір не табылып қалар. Бірақ мынаны тарқатуға атсалысыңыздар, құрметті ағайындар. Мына парламентте көтеріңдер. Елім, жерім деген азаматтар болса, мына парламент депутаттары саргүн тарқайсыңдар ғой. Кетіп бара жатқанда да халыққа бір жақсылық қылып кетіңдер сендер. Тарқатуға атсалысыңыздар, құрметпен қоғам белсендісі желтоқсаншы Құдай шүкір.